Балақай, бұл мен Көжек. Мен бүгін сендерге балабақшадағы қауіпсіздік ережесін түсіндіремін. Бірінші, балабақшаға келер кезде үйіңнен бөгде зат алып келме, тек балабақшаға рұқсат еткен затты ғана ал. Екінші, балабақшадан қайтарда бейтаныс бөтен адаммен кетпе, тек таныстарыңмен, ата-анаңмен кетуге ғана болады. Үшінші, балабақшада ұйықтар кезде еш уақытта жататын орынның шетіне жатпа, не затыңды да ілме, құлап кетуің мүмкін. Төртінші, балабақшада тамақтанар кезінде қолыңды міндетті түрде жуу және шашқы, қасық секілді ас ішер құралдармен ойнама. Қатар отырған бүлдіршіндерді зақымдауы мүмкін. Бесінші, ойын алаңында сақ бол. Тербетіліп тұрған әткеншектің алдынан өтпе, құлатып жіберуі мүмкін. Суды ашық қалдыруға болмайды, жанып тұрған пешке жақындама және ашық тұрған терезеге жақындаушы болма. Жетінші, балабақшада баспалдақтан түсіп немесе мінетін кезде үнемі алдыңа және аяғыңның астына қара. Баспалдақта жүгіруге мүлдем болмайды. Сегізінші, балабақша көпшілік орын. Сол себептен бейтаныс заттарды болуы мүмкін. Оның қолынан ұстама, ауызға мүлдем салуға болмайды. Оның қандай зат екенін білмейсің ғой. Керісінше тәрбиешіге ескерт. Тоғызыншы, балақай, балабақшада жол ережесін сақтау керек. Ол дегеніміз балабақшадан шығарда немесе кірер кезде көліктің артына тұрма. Сенің бойың кіші болған соң жүргізуші байқамай қалуы мүмкін ғой. Оныншы, ал бүгінгі соңғы ережеміз ретінде балабақшаның ауласынан тәрбиешінің рұқсатынсыз еш жаққа шығуға болмайды. Осы ережелерін орындау әрбір бүлдіршіннің балабақшадағы міндеті.